бір жөнге салу керек қой. 4 баллон дискасымен бірге. Онда бере салам ғой, электро тағалай тұр дискасын. Бізде әлде 5 вариант бар. Сол 5 варианттарды көріп, ішінен таңдайтын боламыз. Бұның да ванта сияқты тоже порог жақтарынан жұмыстар бар. Давай. Сәлем достар, қалдарың қалай? Қазір енді дәл қазір бір екі көлікті көруге бара жатырмыз. Ол екеуі де неміс. Шынымды айтайын, көліктің өзі емес, бағасы қызық болғаннан кейін қазір жол тартып бара жатырмыз сол жаққа қарай. Енді көріп жатырмын, байқап жатқанда шығарсыздар өздеріңізде. Вента көп адамға, менің подписчиктарыма кірмеді, өтпеді көлік. Бірақ қазір енді сіздерге ұнамаған екен, енді мен әрине басқа көлікті алуға тырысатын болам. Қазір сол ізденісте жүрмін. Қазір енді бізге екі вариант шығып тұр. Сол екі варианттың біреуін құрастырып көреміз. Ұнаса кетем, ұнамаса енді ары қарай іздейтін боламыз. Алейкум ассалам, қалай бол? Жағдай, брат. Жақсы, өзің қалай? Денсаулық қалай? Аман сен? Қалай келдің? Жақсы. Қатып қалыпсың ғой сен, біраздан бері тұрсың ба? Иә? Сол маған машина бар еді ғой. BMW дедің, кейін тағы Mercedes не дедің? Mercedes 215. Ол қандай 215? Суретін басында бағана зарядкасын ойлатқан кезде қойып қойғанмын. Полный кузов, бәр жері алюмин, есік бәрін қойып жасатып қойдым. Бұны өзің айдап жүрге алдың, иә? Бұнда негізі по идее сату керек. Бірақ бұныңкіде істелетін жерлер бар. Бампер істелу керек, по салону бір қыту керек, бір-екі жерлері бар. Достар, мына Фазыл деген інім, мен жолдас баламның інісі. Енді өзім де бауырым болып кеткен. Қазір осы жігіт бір көлікті предлагать етіп тұр. Енді сол көлікті көрші деп, соны барып көретін боламыз. Достар, жаңағы сіздерге көрсететін көлік Mercedes-Benz 215. Давай. Қай жерінде? Бәлі, наған қалай жетеміз ә? Қай жер? Бәлі. Оқшыш. Ауысқан заттар ғой бәрі. Қайсының? Надан шыққан ғой бұл. Қош? На заттың бәрі ма? Е, артында мынандай болған. Бұларын қойған жоқпын мен. Өте бер. Бас. Өте берейін ма? Принцип, аяққа түсіре салуым керек еді. Білемін, алып тастап, мынандай амортизатор болған. Артында да, алдында да. В общем, пневманы алып тастаған, иә? Бампер алып жүріп алдым. Оригинал ма? Бұны да жасап көрсе болады.
Мотор жағына гарантия, коробкасына да гарантия. Лобовой істеледі. Ау. Лобовой ауысы керек. Лобовой не ма? Лобовой таптың ба сен бұған? Лобовойды тапқан жоқпын. Мынаның, короче, қазір бетті құйып шығады екен ғой. Ол қиын болады, мынаны құя алмайды. Жоқ, трещина алады құяды ғой былайынан. Анау қиын ол. Көрсеттің бе? Өзің бағасы шығып кетеді, одан іздеген жақсы. 35 мың бет. Мына есікті ауыстырды. Мына есікті ауыстырды ма? Неге дегенде, мына жақта аударып болды. Осы жерден ба? Сол кезде мына есікті алдым. Жарамай кетті ма? Мынаны тапқан жоқпын. Сол кезде мына ректовать етіп шығарып бердім. Ходовкасы бәрін ауыстырып қойған. Мына көшетті жасаттым. Не болған еді оған? Мына аяқтан удар болған кезде ана Жылжып кеткен бе еді? жылжығанда мына. Ана боковой айнасы. Боковой айнасы бар. Мына жерде бар. Просто мен мына есік сатып алған кезде мына жерде тоқтамалық болады екен да. Сол мынаны алдым да мен. Мына айнасын ауыстырғам, мынаған салғам. Негізі мына айнасы бар. Айна бар. Мына стик, мыналар бәрі стик. Мына айнаны осылай трещина сатып алғам. Мынаның айнасы негізі сынып жоқ болып кеткен. Мынаны тапқан емеспін. Сол кезде трещина осы жерден алғам. Алматыдан тауып алғам бұл. Содан кейін мына сиденьясы жасалу керек. Содан кейін сиденьясы не болған? Сиденьясы андай ғой. Біраз сынып. Удар болғанда сынып кеткен, и мынаның коробканың мынандай пластмасса. Мынаны сатып алдым. Мына никельді алдым, мынаны алдым, есін алдым. Содан кейін походовка, кардан. Ана сиденьяның несі, регулировкалары істейді ма? Иә. Ал не жақтарынан ше? Мына жақтарынан печка, кондер. Печка бәрі істейді, кондер, мандер бәрі істейді. Мына торпеда шешілді ғой, салон бәрі шешілген кезде аяқта андай бір өзінің мафонның андай бір сол жағын жасау керек. Бірақ мафон бәрі қосылады, дауыс азайтып көбейтіретін бар ғой, сол істеймін. Бірақ ол мына мафон тексерген кезде істейді. Может продахайын күйді ма, мен оған қараған жоқ. Домашний телефоны бар. Ол әлі қойылған емес, неге дегенде мынаның өзін аламын деген ғой. Мына удар болғанда пол түсті дедім ғой. Сонда ананың бардың өзін симптом алу керек деп. Осы дейсің ба? Фараңды өшірмедің ғой? Өзі өшеді ол. Өзі өшеді ма? Клеманы неғып шығарып сағатсың? Әлі, до конца. Түсіндім. Чтоб қазір сен жинап тастадың, бір жерінде замкание болып, тағы құдай сақтасын дейсің ғой. Сиденьясы өзі көтеріледі. Мына жерде үлкен командасы бар. Жоқ істейді. Міне сен бағана алам деген бұйымның сиденьясы. Ана жерде потолок, 4 баллон дискасымен бірге. Оны да бере салам ғой. Аяқта тағы да тұр дискасымен. Титаник дискімен бірге тұр. Мына жерде тұр дискасымен бірге. Мыналар есіктіңкі, мыналар. Нелер карталар ма? Ана жақтар мындай жатыр. Астының коробкалары жатыр. Достар, тағы бір машина деген ол қазір Фазыл маған екінші көлікті көрсететін болады. Ол жерде енді BMW тұр. Сол BMW-ны да көріп, ары қарай бағалап, енді ұнап жатса алатын боламыз міндетті түрде. Ұрылған қай жақ дедің? Ұрылған жері жоқ бұның. Тек қана шіріген ғой. Шіріген ба? Мына коробка бәрі бар. Іші толы запчасть. Өзің бампер, сампер, моторын полный запчасть алып қойдық, Айбек? Моторын. Полный запчасть бар. 1.8 дедің ба? Иә, 1.8. Алдыңғы бір сиденьясы жоқ. Ол менде ғой, мен бағана көрсеттім ғой. Иә, ол ана жақта көрдік. И сен қанша уақытта жинай алам деп жатсың? Камераға? Иә, камераға. Жинағанда ойлап жатырмын да. Бүйтіп бере салсам, іске келеді. Түсініп тұрмын ғой сен. Или жоқ десең, орталтып берейін деген. Жоқ, егер сен покрасты жасап, шіркін жерлерін жасатын болсаң, по-любому шешілу керек қой. Правильно? Үшпін. Шіреген жері мына жерлер ғой.
Я білем. Тура сол вента сияқты ғой да. Мына жақтар шейді, и порог шейді. И мына крылаға өтеді, дұрыс па? Запчасть қанша алдым мен? 120 мың алдым мен моторға. Одан егер капот алынған 40 мың теңге алдым ма сонда? Шпаклевкасы жоқ па? Жоқ. Шпаклевка жоқ, а? Капоты. Обещан плюс-минус. Несімен ба? Мынада новый. Телевизор новый алдым ба? Неге телевизорды новый алдым сен? Ескісі не болғалы? Мына жері майысқанда бірдеңе болған. Неге тимеге ма? Сәл бір удар болған ғой деймін, бірақ несінің көзі көрініп тұр ғой анжарғандар. Мына жер. Астынан көру керек, астынан көру шыры керек. Анжарғандар сау. Аш, база дейсің. Сен, полный қайттан жинауға нең бар ма? Уақытың бар ма? Есіктерді, салонды жинауға. Мен мынаған не үшін шешіп тастаған себебім? Не істемекші болдың? Жапсырып бар ғой. Абишон жасап, потом полын жанап, полын болғандықтан ішіне де краска еткізіп, сыртына полын покраска еткеннен кейін школдар тіктіріп, үстіне сыртына есеп жинаймын деген мен. Содан кейін бағана тема шыққан кейін сыйға кетті ана машина. Содан кейін негізі вообще мотор ала салу керек негізі, по идее, бірақ М50 салуға болады ма? Болады ма? М50 салу үшін коробкасын. Несіне еще компьютерін аласың ғой, Я компьютерден қардан алса тұрады, задний редуктор. Так былай интернетте қанша тұр осылар? 1.700, 1.500. Фараларын ауыстырдым дедің, артқа, Артқа 2 фара ауыстырдым. Ана жерінде де шетінде трещина бар. Басқа сау фара бар да, трещинасыз несіз. Бірақ оны ашы Ескі фаралар да бар, оны ауыстырамыз. Мына молдингтарды алдың ба, алмадың ба? Есіктің молдинг. Бар еді ма? біреуі жоқ. Ходовкасы қалай? Ходовка АМРЗ ауыстыру керек. Осы состоянияда жинап береді, оталдырып береді. Бізде әлі де 5 вариант бар. Сол 5 варианттарды көріп, ішінен таңдайтын боламыз. Достар, қалған варианттарында барлығын қарап, көріп, енді кішкене ойланып бара, тиімдісі осы BMW сияқты болды бізге. Одан кейін ары қарай көріңіздер. Достар, жаңа алдында айтқанымдай, біз бірнеше вариант көрдік. Соның ішінде алдында осыдан алдын көріп кеткен кадр бойынша Фазыл бізге көрсеткен көлігін алатын болдық. Өзіне де келдік. Ассалаумағалейкум. Қазір сол машинасын көріп, тағы да бір рет бағалап жіберетін боламыз. Тұр екен ғой? Енді сәл жарық болып тұр екен ғой деймін да. В принципе, достар, мен жаңа да көрсеттім, енді тағы бір рет бір қаратып көрсетіп жіберейін. Жалпы көлік біраз уақыттан берді. Фазыл қанша болды тұрғанына бір жерге? Фазыл, апрельден бері тұр дедің ба? Апрельден бері тұр бір болғанда. Түрінен қатты шошығанмен, бірақ бәрі заты бар дедің, Фазыл? В принципе, просто көлікті жинау керек. Бір жөнге салу керек қой. Бұның да ванта сияқты тоже порог жақтарынан жұмыстар бар. Бұның да енді біраз жұмыстар тұр, точно. Бірақ кішкене жинауға, ретке келтіруге Фазылдың өз көмектесін түрін көрсетіп қойын. Жинауға, жаңағы ретке келтіруге Фазылдың өзі де септігін тигізетін болады. Құдай қаласа. Жалпы көлік данный момент енді бұйыртса қазір тағы да ақылдасып келісетін боламыз. Ары қарай тағы қосымша ақпарат беремін. Қаскереңге қарай. Болды, жақсы. Мына Фазыл кетті. Короче, достар, келістік. Көлікті бұйыртса біздің қолымызда алды. Біздің қолымызда алдық көлікті. Енді бұның мәселесі мынандай болып тұр.
толық көлікті қазір көрдіңіздер қандай состояниеда. Бүкіл затын шашып тастаған, бүкіл затын алып тастаған. Ішінен бұл көлікті Фазылдың өзі маған жинап береді, моторын жүргізіп, дайындап береді. Біз ары қарай кузовмен кірісетін боламыз. Ал кузовына дейінгі жұмыстың бәрін жаңағы салонын жинап, орнына қойып, машина толық жүріп тұру керек. Сол кезде машинаны алып кететін боламыз. Енді бұл өте бізге орысша айтады ғой, жирный плюс болып тұр. Енді құдай қаласа, енді осы шамамен енді жаңа уақытысында келістік. Бір аптаның арысы берісінде машина толығымен жүргізілетін болады. Сол кезде біз ары қарай кузовпен кірісетін боламыз. Ал бағасы жағына келетін болсақ, мен сіздерге оны кейінірек айтатын боламын. Бірақ бағасына сіздер өте таң қаласыздар.